үзіліп кетті. Кішкене интернеттен проблема болып тұр ғой деймін. Бүгін енді бізде ауа райы кішкене құбылмалы болып тұр ғой, интернетте кішкене үзіліп тұр. Енді жалғастырайық. Яғни қараңыздар, егер сіз өзіңізді өте саналы түрде, тұлға ретінде қабылдасаңыз, кім не айтсын? Ертең шешеңіз кеп айтып кетсін, әкеңіз кеп айтып кетсін, партнеріңіз кеп айтып кетсін, не болса басқа бір жерден оқыған болсаңыз, бұның бәрі шындық, бұл рас, анау айтты ғой, мына жерде жазды ғой деп айта берсеңіз, бұл өкінішке орай сіздің бір әлі тұлға ретінде жетілмегендігіңіздің белгісі. Неге? Өйткені бұл әсіресе бұл жас балалардың позициясы ғой, байқасаңыздар. Менің мамам айтты, ертең жаңбыр жауады. Мама айтты, ертең жаңбыр жауады. Неге жаңбыр жауады? Мамам айтты, или папам айтты, или мұғалім айтты. Бұл не? Баланың позициясы, детская позиция. Сондықтан да, құрметті партнерлар, ең әуелі қандай да болмасын ақпарат, мысалы, ақпарат келген кезде, мысалы, менің келіп атқан ақпаратыңызда, сізде бұған да 100% сеніп, бұның оған дәлелі болу керек, бұның несі болу керек, аргументі болу керек, ол болмаса, ол адам оны түсіндіріп жеткізе алмаса, бәленше жерден естідім, бәленше айтыпты десеңіз, мен өсекшінің нағыз өзісіз, өкінішке орай. Сондықтан да бұның бәрін, бұндай жаман әдеттен арылуымыз керек. Енді қараңыздар, түсінейік, өте маңызды нәрсе. Неге адамдар, бұны байқасаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз өтірікші болғың келсе естігеніңді айта бер дедік, және екіншісі не дедік? Неге біз игілікте болуымыз керек, шүкіршілікте болуымыз керек, орысша айтқанда неблагодарность дейді, неблагодарность. Неге мысалы, қараңыздаршы, өз балаңыз, партнеріңіз, туысыңыз, танысыңыз, жан-жақтағы адамдарыңыз кейде сізге шүкірсіз, игіліксіз, қазақша айтқанда қайырсыз болып кетеді. То есть неблагодарный, орысша айтқанда. Неге біз ондайды солай сөйдеп қабылдаймыз? Бұлай енді ол үшін, құрметті партнерлар, критический мышление қосу керек. Егер қазір маған біреу айтса, ойбай, бәленше, ойбай, ол неблагодарный, ол бүйтіп кетті, сөйтіп кетті десе, мен оны тура солай қабылдай берсем, у меня детская позиция. Мен не істеймін? Ойлау қабілетімді қоспаймын. Неге ол адамға сұрақ қоймаймыз? Бұл неге? Неге сен олай деп айттың? Егер осы сұрақты қоюға сіздің батылыңыз жетпесе, ойыңыз жетпесе, соған жауап іздей алмасаңыз, әлі де тұлғалық, әлі толық жетілмегендіктің белгісі. Бұған өте мұқият болу керек. Қараңыздар, мысалы, шүкіршілік, то есть неблагодарность дейміз, соны түсінейікші біріншіден. Не ол? Быть благодарным, яғни бір адамға қайырлы болу, игілікте бола білу, шүкіршілікте бола білу, қазақша айтқанда. Не деген сөз? Байқасаңыз, бір адамның сізге жасаған жақсылығы үшін, рахмет айта білу, шүкіршілікте бола білу, игілікте бола білу. Бұны не дейміз? Благодарность дейміз, благодарность. Ал енді, құрметті партнерлар, қараңыздар, көп адамдар өкінішке орай, егер бір адам, мысалы, сіздің үмітіңізді ақтамаса, сіздің ойларыңыздан келетіндей қылып бір нәрсе әрекет жасамаса, сөз айтпаса, сізді қолдамаса, бізде не істейді? Мынандай печать ұрады адамға. Бұл неблагодарный, игісіз, қайырсыз бұл деп айтады. Неге? Өйткені өкінішке орай, бізде көпшілік өкінішке орай осы екі нәрсені, неге адам неблагодарный болады, неге игіліксіз, неге қайырсыз болады, соның негізгі екі себебін түсіне алмайды, ажырата алмайды, өкінішке орай. Бұлай түсінуге тырысайық. Мысалы, қараңыз, бір кісі сізге бір жақсылық жасады. Сіз не істейсіз? Рахмет, Алла разы болсын, мен сіздің әрекетіңізден, ниетіңізден ризамын деп айтасыз, Ал енді қараңыздар,
бұл қашан болады? Егер сіз екеуіңіздің арасында кім кімге не міндетті емес деген мына тура шекараны нық білмесеңіз, осы екі ортаны ажырата алмайсыз. Мысалы, қараңызшы, мынандай мысал келтірейін. Егер мен сізбен бір келісім шарт бар, договоренность, орысша айтқанда, екеуміздің арамызда келісім шарт бар. Мен саған мынандай қызмет көрсетем, или мынандай, мысалы, мынандай өнімді саған сатам, әкеп берем, сен маған бәленше ақша бересің. Бұл келісім шарт па? Келісім шарт. Қашан мен саған бұл өнімді бердім, сен маған қашан ол ақшаны бердің, келісім шарт не болды? Жасалған болды. Әркім өзіне тиесілі жауапкершілікті орындаған болды, Көрдіңіз ба? Енді мен бұл өнімді сізге берген мен бұлай айта аламын ба? Ой, осы адам сондай жауапкерсіз, игіліксіз, сондай шүкірсіз, қайырсыз, неблагодарный. Мен оған соншама не бердім, продукция бердім, бұны түсіндірдім, айттым, жеткіздім деп айтсам, осы өнімді бергеніме деп айтсам, менікі дұрыс бола ма? Өйткені неге? Сіз бұл өнім үшін ақша бердіңіз. Яғни, екеуміздің арамыздағы келісім шарт орындалған болды. Әркімнің өзінің жауапкершілік шектеулісі, граница дейміз ғой, шекарасы бар. Мысалы, менің жауапкершілік шекарам не? Бұл өнімді сізге құндылығын жеткізіп беру. Сіздің жауапкершілік шекарасы қандай? Бұл өнім үшін ақшасын төлеп, бұл өнімді сізге алу және қолдану. Солай емес пе? Енді қараңыз, мен сізге өнімді бердім, сіз маған ақшаны бердіңіз. Саттым бұл өнімді сізге. Не болды? Мен енді сізді шүкірсіз бол, қайырсыз бол деп айта аламын ба? Неге айта алмаймын? Өйткені біз екеуміздің арамызда бір келісім шарт болды. Келісім шарт болды. Мен өз шартымды орындадым, сіз өз шартыңызды орындадыңыз, бітті. Осымен келісім шарт бітті. Көрдіңіз ба? Енді мен келіп алып, мен бәленше, мысалы, мына жерде Венера ханым бар. Венера ханыммен келістік, мен оған өнімді бердім, ол ақшасын төледі. Ойбай, сондай дұрыс емес жасады маған, сондай қайырсыз, шүкірсіз деп айта аламын ба? Айта алмаймын. Айта алмаймын. Неге? Мен сондай жақсы, мен де жақсылық жасадым. Бірақ Венера ханым да маған жақсылығын жасады. Не істеді? Ақшасын төлеп берді, құнын төледі, келісім шартын орындады. Көрдіңіздер ме? Яғни, екеуміздің арамызда не болды? Договоренность, келісім шарт орындалды. Мен Венера ханымға қарсы ештеңе айта алмаймын. Ол кісі де маған қарсы ештеңе айта алмайды. Неге? Екеумізде бір-бірімізге болған жауапкершілікті орындады. Ешкімнің жауапкершілік шекарасы, то есть границы ответственности, орысша айтқанда, не нарушены. Көрдіңіздер ме? Міне бұны келісім шарт деп айтады. Ал егер құрметті партнерлар, міне қараңыздар, неблагодарность деген нәрсе қайдан пайда болады? Соны түсіндіруге тырысып жатырмын да. Неблагодарность қашан пайда болады адамдарда? Мысалы, өз балаңызды алыңызшы. Кейде біз ата-ана ретінде баламызға бір жақсылық жасауға тырысамыз, бүкіл жағдайды жасарамыз, ананы әпереміз, мынаны әпереміз. Не болады? Бір кезде қарайсың, балаңыз оны қадірлемейді, түсінбейді, құнсыздандырады, Сол кезде не болады? Біз сонда не береміз? Печат тұрамыз. Ой, неблагодарный дейміз. Міне, қателік осы жерде жатады, құрметті партнерлар. Қателік осы жерде. Неге? Өйткені ол балаңыз, мысалы сіздің балаңыз, жасөспірім балаңыз, осы келісім шартпен сіздің жасап атқан одан да артық міндетіңізден тыс артық нәрселердің ненің не екенін ажырата алмайды. Мысалы, бір ата-ананың өз баласының алдындағы міндеті қандай? Бір, тамақпен қамтамасыз ету, киіммен қамтамасыз ету, үйде білім беру, тәрбие беру, мысалы. Осындай, міне,
қарамақты болса, ал енді сіз одан тыс бір нәрсе жасап жатсаңыз, мысалы, мүмкіндігіңіз болып жатыр, балаңызға машина бердіңіз. Мүмкіндігіңіз болып жатыр, мысалы, квартира бердіңіз, иә? Міне, өкінішке орай көп балалар как будто машинаны әперу, үй әперу бұл ата-анасының міндеті деп санайды да. Міндет емес сол негізінде. Көрдіңіздер ме? Енді сондықтан да осы міндет пен міндет емес нәрселердің арасындағы нақты айырмашылықты түсіне білген адам кімнің благодарный емес екенін анық айта алады. Көрдіңіздер ме? Бұның бәрін мен неге мысал ретінде айтып жатырмын? Жаңа айтқандағындай, құрметті партнерлар, қазір менің атыма көп неше түрлі негативті, енді жалалар келіп жатыр да. Ой, Мақсат неблагодарный, он предатель, сатқын. Көрдіңіздер ме? Мысалы, давайте былай талқылайық. Мен бұның алдында Dandelion деген компанияның партнері болдым, лидері болдым, иә? Енді қараңыз, мен егер бұл Dandelion проектісінен кетіп қалып басқа проектке болсам, мен сатқын болады екен. Басқа біреудің алдында. Неге? Неге ол кісінің алдында мен сатқын болып тұрмын? Предатель. Неге? Өйткені ол кісінің менің жауапкершілігіме кірмейтін өзінің ойында не ойлап тапқан? Сондай бір ожидание. Құрып алған өзі. Мақсат мырза Dandelion'да ғана болу керек, басқа жерде болмау керек деген не құрып алған? Өзіне бір ожидание жасап алған. Былай қарасаңыз, ол ожиданиясы шыққандай шындыққа таянбайды, шындыққа жатпайды. Көрдіңіздер ме? Ол қашан, міне, есіңізде болсын, сіз адамға предатель, яғни сатқын боласыз, қашан білесіз бе? Когда вы, орысша айтқанда, перестаете оправдывать его ожидания. Яғни, оның үмітін ақтауды қашан доғарасыз? Когда перестаете быть удобным этому человеку, не істейсіз, ол адам сізді не істейді? Өстіп печать ұрады. Ол сатқын, ол я не ожидал от него деген әңгімелер кетеді. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл не деген сөз, құрметті партнерлар? Ешқашанда басқа біреудің ожиданиясын, яғни өзінің ойы, бір какой-то бір қиял ғажабына сай болып қажет емес. Сіз өзіңіздің өміріңіз бар. Түсініңіздер ме? Мен осындай сұраққа жауап, мысалы, маған не деп жатыр? Жаңа айттым ғой. Я от Мақсата не ожидала. Dandelion'да жүрді де басқа проектке кетіп қалды. Мысалы. Қазақша айтқанда, мен басқа біреуге өмір бақи Dandelion'да жүрем деген бір ант іштім ба? Біреуге ант іштім ба сондай? Жоқ. Демек, ол адам өзінде бір сондай бір қиял, ғажап бір өмір басында құрып алған. Қашан сіз сол қиял ғажабына сай болсаңыз, сіз жақсысыз. Қашан сай болмайсыз, қалай ыңғайсыз болып қаласыз, бітті, сіз сатқынсыз, сіз жексұрынсыз, сіз жамансыз. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да менің мақсатым, қараңыздар, менің есімімде мақсат, басқа біреулердің қиял ғажабына, ожиданиясына сай болу деген бір қиял ғажабым жоқ менің. Ондай бір арманым жоқ. Түсініңіздер ме? Егер мен Dandelion, мысалы, алдыңғы жобада, Dandelion жобасында кетіп қалған болсам, бұны да кейбір адамдар предательство, яғни сатқындық деп қабылдаса, неге бұл кісілер өзіне мынандай сұрақ қоймайды? Неге бұл кісілер Dandelion'ға келердің алдында басқа проектіде болды? Почему-то басқа проекттен Dandelion'ға келу ол сатқындық емес, а Dandelion'нан кету ол сатқындық. Неге? Жауап жоқ. Бұған жауап жоқ.
Неге? Өйткені ол кісіге неудобно. Неге мысалы Dandelion проектісіне адам шақыру, оларға ол жаққа мысалы басқа сетевиктерді тіркеу, ол керемет жақсы нәрсе. А менің мысалы X Aura Global компаниясына өтуім, бұл жерге адам шақыруым, бұл сатқындық екен. Неге? Неге бұл кісілер, жаңағы критический мышлениені қоса білген адам, мынандай сұрақ қояды: бұл кісі неге кетті? Жаңа мен эфирді қосқан кезде бір кісі кірді да, менің басқа проект айтып жатқанда: ужас какой, я от такого лидера, как вы, такого не ожидала дейді. Көрдіңіздер ме? Адамдар өзіне бір ожидание құрып алған, сол ожиданиемен өмір сүреді. Ал мынандай ой жоқ: бұл кісі неге кетіп жатыр? Неге кетті? Неге бүгінге дейін ол жобада жүрді де, бәрін айтып, бәріне жеткізіп жүрді де, бүгін оны айтпай жүр? Неге? Ондай сұрақ жоқ. Неге? Мен сізге айтайын, оның жауабы: потому что это неудобно, ыңғайсыз. Неге? Өйткені ойлану керек та бұл жерде. Сұрақтар іздену керек, кішкене мына миды қозғалту керек. Көрдіңіздер ме? Қозғалту керек миды. Өкінішке орай енді зона комфортаға кіріп алған кісілер көбіне, мына миды қозғалтқымыз келмейді. Екінші сұрақ, мынандай сұрақ болады, көп сұрақ қойылды маған. Мысалы, ойбай, Мақсат мырзаны мына X Aura турецкий компания сатып алған, оны продался дейді. Сатылып кетті ол дейді. Қараңыздар, естеріңізде болсын, қандай да адам не туралы айтып отырса, басқа бір адам туралы жаман нәрсе айтып отырса, өздеріңіз білесіздер, ол кісі мен туралы емес, өзі туралы айтып отыр да, өзі туралы. То есть, орысша айтқанда, человек чем наполнен, то и говорит. Яғни, іші немен толып тұр, ішінде неге толған, сол сыртқа шығады. Простой мысал бар ғой, бір стақан су, мысалы, екінші стақанға су құю үшін, бұл жерде су болған үшін, құйған кезде ішіне шай құйылмайды, соқ құйылмайды, су құйылады. Тура сол сияқты, ол стақанның ішінде, құрметті партнерлар, стақанның ішінде негатив, басқа біреуге деген жек көрініш сезімі, басқа біреуге критика, сынға толы болса адам, басқа біреудің әрекетіне қарсы тура соны жайып салады. Жайып салады. Ойбай, Мақсат мырза түріктер сатып алған оны дейді. Яғни не деген сөз? Осы сөзді айтып отырған адам өзі не істеп отыр? Өзінде сондай ой бар деген сөз. Біреу маған осындай предлагать етсе, мен оны істеуге дайынмын деген әңгіме ғой. Түсіндіңіздер ме? Каждый дает о себе знать. Әркім өзінен хабар береді дейді, құрметті партнерлар. Әркім өзінен хабар береді. Сондықтан да, ал енді мысалы келесі бір возражениеға келейік. Мен туралы неше түрлі видеолар жүр, аудио сообщениялар жүр. Ойбай, Мақсат Жексұрын ананы ұрлады, мынаны ұрлады, мынаны бүйтті, мынаны сөйтті деп неше түрлі айтып атқан, енді атын атамай қойып, кейбір лидерлердің аудио және видео сообщенияларын көріп естіп атқан шығарсыздар. Ол көп кең тарап жатыр, Яғни айтқандағымдай, әркім өзінен хабар береді, құрметті партнерлар. Ол видео мен аудионы кімдер таратып жатыр, кім айтып жатыр, мен де білем жақсы, сіздер де жақсы білесіздер. Бірақ, мен жаңа айттым ғой, естігеніңді айта берсең, өтірікші болуға дайын бол. Түсіндіңіздер ме? Енді қараңыздар, естігеніңнің өтірік па, емес па, хотя бы адамды қатты танымасаң да, мынандай бір 4-5 критерийға көңіл бөлу керек та, құрметті партнерлар. Мысалы, біреу туралы жамандап атқан адамның біріншіден несіне қараңызшы, қалай айтып жатыр оны? Қалай айтып жатыр? Егер аузынан боғауыз сөздер шығып жатса,
жаман ауыр сөздер айтылып жатса, неше түрлі жаңағыдай өзінің жеке намысына тиетін, намысын қорлайтын ауыр сөздер айтылып жатса, не деген сөз? Ол адамның өзінің деңгейінің белгісін көрсетеді да. Түсіндіңіздер ме? Өзінің деңгейі сондай да. Іші немен толған, соны сыртқа шығарып жатыр да. Аузынан боғау сөздер. Мен де естідім ол видеоларды, аудиоларды. Бірақ ашық айтайын, ол ешқай сөз бар ғой, менің бірде-бір мынандай намысыма, немесе қытығыма тиген жоқ та. Неге білесіздер ме? Өйткені мен олай емеспін да, оның бәрі өтірік та. Өтірік. Мен неге өтірікке ренжеймін? Неге мен өтірікке көңіліме алайын ол сөздерді? Өйткені мен білем да, ол сөзді айтып жатқан адамға мен жан ішімнен жаным ашиды да ол адамға. Өйткені неге? Орысша айтқанда безысходность. Әлсіздіктен, шарасыздықтан сондай сөздерге барады да, өкінішке орай. Әлсіздіктен, осындай бір жақсы сөз бар ғой, құрметті партнерлар дейді. Өзіңіздің жауыңыздың неден қорқатын білгіңіз келсе дейді, сіз туралы не айтып жатыр, соған құлақ асыңыз дейді. Орысша айтқанда, если хотите знать, что ваш враг, да, или оппонент, или ваш конкурент боится вас, прислушайтесь к тому, что он говорит о вас дейді. Түсіндіңіздер ме? Яғни осындай нәрселерге қатты мұқият болу керек. Екінші көрсеткіш, ол сізге бір басқа біреу туралы, басқа жоба туралы, басқа адам туралы, жаман айтып жатқан адам туралы біріншіден несіне қараңызшы, деңгейіне. Жаңа айттым ғой, аузынан боғауыздар шығып жатса, ол адам туралы намысына, арына тиетін ауыр сөздер айтып жатса, сөзінде бірде-бір аргумент жоқ, бір ауыз түйетін, кішкене ойландыратын бір нәрсе болмаса, міне бұл бірінші звоночек, красный флаг дейді ғой қазір. Екіншісі, ол адамның, сол сөзді айтып жатқан адамның бірінші біліктілігіне қараңызшы. Оқыған ба, тоқыған ба, қай жерден оқыған, қай жерде жұмыс істеген, мысалы, өмірлік тәжірибесі қандай, мысалы. Сондай сөздерге қараңызшы. Сіздің ойыңызша кішкене жоғарғы оқу білімі бар, кішкене оқыған, жан-жақты, салмақты, саналы адам басқа біреу туралы боқтап, ар намысына тигізетін сөздер, өзінің, мысалы, жекесіне айтылатын сөздері бәрі жайып айта ма? Айтпайды әрине. Өйткені деңгейі сондай да, өте төмен деңгейде. Сондықтан да, құрметті партнерлар, кім болса болсын, бүгінгі сабағымыз, жаңа айттым ғой, қайталап кетейін. Өтірікші болмаудың жолын іздеңіз. Өтірікші болмаудың ең бірінші жолы, әр естіген нәрсеңізді айта бермеңіз. Әр естіген нәрсеңізге сене бермеңіз. Ал оған сене білу үшін не істеу керек? Сол өсекті айтып жатқан адамның, тұлғаның бір не айтты, қалай айтты, ол тұлғаның өзінің кім, что он из себя представляет? Оқығандығы бар ма? Тоқығандығы бар ма? Біліктілігі жете ма? Мысалы. Түсіндіңіздер ме? Осындай нәрселерге мұқият болып, соған қарай айту керек та. Неге? Айтамын ғой. Орыстардың әдемі сөзі бар ғой. Мелкие люди обсуждают личности, да? Сильные люди обсуждают, что? События, дейді, а великие люди обсуждают и говорят о идеях, дейді. Қазақша айтқанда, деңгейі төмен адамдар, адамдарды жамандау, балағаттау, оның жекесіне көшіп, жамандаумен өмір өтеді. Ал енді кішкене орта деңгейдегі, кішкене оқыған, тоқығаны бар адамдар не істейді? Бұл адамдарды емес, адамдарды ойбай мақсат жаман, әсел жаман, анау жаман демейді.
ол кісілер жобаларды талқылайды, проекты. Ал енді санасы өте жоғары адамдар, деңгейдегі жоғарыдағы адамдар не істейді? Олар адамдарды талқыламайды, олар проекттер талқыламайды, одан да жоғары бір идеяны, миссияны талқылайды. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да, құрметті партнерлар, кім не болмасын, сіз туралы ма, мен туралы ма, басқасы туралы ма, жаман айтып жатыр ма, міне құлағыңызға сақ боласыз. Өйткені неге? Құлағыңыздан кірген нәрсе миыңызға барады. Миыңызға барған нәрсені қабылдасаңыз, тіліңізге барады. Тіліңізге барған нәрсе өтірікке айналады. Ал өтірікке айналған нәрсені мына қолыңызбен, мына жүрегіңізбен ертең жауап бересіз. Сондықтан да өте мұқият болу керек бұндай нәрселерге. Мысалы, сол жаман нәрселерді айтып жатқан, мысалы мен туралы жаман нәрсе айтып жатқан адамдардың, мысалы несіне қараңызшы, бір оқығандығы бар ма, тоқығандығы бар ма, оқытқаны бар ма, өзінің тәжірибесімен, білімімен бөліскені бар ма? Иә? Ал енді ең маңызды сұрақ, құрметті партнерлар, ең маңызды сұрақ бұл жаңағы адамның мысалы айтқанына құлақ асамыз ба, аспаймыз ба деген нәрсені түсіне білу үшін ең соңғы, ең маңызды нәрсе, бұл адам сол жобаға, сол құндылыққа, бір нәрсеге баға беру үшін өзі қандай құндылық берді. То есть орысша айтқанда, этот человек, чтобы этому человеку, проекту или идее, чтобы давал оценку, он сам какую ценность внес в этот проект. Қандай еңбегі сіңді, қандай біліммен бөлісті, не жасады, соған қатты көңіл бөлу керек та. Міне, осы қағидалар сай келсе, сіздің көзіңізше, сай келсе, ол сол адамның сөзіне құлақ асуға болады. Бірақ бұмен бітпейді, бұмен бітпейді. Құлақ астыңыз, мысалы, бір кісі Мақсат туралы жамандап келді. Ойбай, Мақсат жексұрын, Мақсат ұрлықшы, Мақсат немене сатқын. Көріңіздер ме? Мақсат сатқын. Сол кезде, жарайды, сіз қарадыңыз ана адамға, жаңа мен айтқан нәрселерге кішкене құндылықтарға сай келіп тұр, талаптары. Жарайды. Екіншісі, оған сұрақ қоясыз. Неге? Неге сатқын? Неге ол өтірікші? Неге ол ұрлықшы? Көрдіңіздер ме? Осы сұраққа жауап бере алса, үшінші қадам, келесізде, егер ол кісі мен туралы айтқан болса, маған сұрағыңызды қоясыз. Неге? Өйткені бұндай оқиғаларда әрдайым бір адамның айтқан сөзімен жүруге болмайды. Орысша айтқанда, однобоким быть нельзя. Сен өзіңіз білесіз ғой, мысалы заңның өзінде де, соттың өзінде де не істейді? Екі жақты бірдей тыңдайды. Неге? Өйткені қараңыздар, орысшада өте не дейді ғой? Истина одна, но правда у каждого своя дейді. Қазақша айтқанда, ақиқат біреу, бірақ әркімнің өзіне сай бір шындығы бар. Ақиқат біреу, ол өзгермейді. Бірақ әркім өз шындығымен келеді. Ал ол шындықтың ақиқатқа жанаса ма, жанаспай ма, оны екі жақты бірдей тыңдап, осы критерийларға қарай тыңдап, өзіңіз бір критический мышлениеңізді қосып, бір баға берген кезде шынайылық ортаға шыға қалады. Сондықтан да, құрметті партнерлар, бұған қатты мұқият болуларыңыз керек. Болу керек. Енді бір шындықты тағы айтайын. Мен туралы естіп атқан шындық, жаңағыдай өсек, неше түрлі сөздеріңіздің бәрі өтірік. Ол сөзді айтып атқан адамдарыңыздың
біреуінде бірде-бір доказательство, дәлел жоқ. Сол сөзді айтып жатқан адамдардың айтып жатқанның өтірік екеніне менде 100% дәлел бар. Ал енді міне, ең маңызды сұрақтарыңызға жауап. Неге ол кісілер мені балағаттап, мені жамандап, маған жала жауып жатыр? Өйткені менің қолымда, ол кісілер туралы білетін көп шындық бар да. Содан қорыққаннан ол кісілер мені жамандап жатыр қазір. Түсіндіңіздер ме? Неге ол кісілер, мысалы, былай қарасаңыз, мысалы, мен ол жобадан кеттім, қазір өзімнің X Aura Global жобасын, не істеп жатырмын, дамытып жатырмын. Ол кісілер өз проекттерінде. Неге өз проекттерін әрі қарай дамытпасқа? Неге олар өзінің жұмысымен айналысып, менімен күресіп жатыр? Айтыңыздаршы. Неге менімен күресіп жатыр ол кісілер? Неге? Сондай сұрақ қойыңыздаршы. Неге күресіп жатыр менімен олар? Неге 2-де-1 мен қайта-қайта бір аудио сообщениялар естіп жатырмын, мен туралы неше түрлі сөздер айтып жатыр. Енді әйел адамның, жалпы бір лидердің, жалпы бір адам баласының аузына сыймайтын ауыр балағат сөздермен, мысалы, кез келген адамға ол сөзді айтсаң, кез келген адам төбелесе кетеді ондай сөзге. Ар намысқа тиетін сөздермен айтып жатыр оны. Бірақ мен сізге айтайын, менің тағы да қайталайын, бірде-бір намысыма тиіп жатқан жоқ, бірде-бір қытығыма да тиіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені ол шындыққа жатпайды. Менің ар намысым таза. Мен барлық шындықты білем. Ол сөзді мен туралы айтып жатқан адамдар туралы бар шындықты білем. Уақыты келеді, үйренесіздер, естисіздер әлі. Уақыты келеді, естисіздер. Сол кезде көресіздер, бұл менің бүгінгі айтып жатқан сөздерімнің қаншалықты шынайы екенін сол кезде уақыты келеді, естисіздер. Пока уақыты келген жоқ. Сол кезде өздеріңіз естисіздер, көресіздер. Бірақ айтып отырмын ғой, неге ол кісілер соншалықты мені жамандаумен кірісіп, өзінің компаниясының, өзінің продукциясын дамытып, әрі қарай жүргізгеннің орнына менімен күресіп жатыр. Біздің компаниямен күресіп жатыр. Конкуренция деген жақсы емес па? Конкуренцияны қабылдай білген адам әрдайым. Білесіздер ғой, нағыз шынайы лидер өзіңізбе конкурент болған, не болмаса даже қатты ұнамайтын адамыңыз, тіпті жек көретін адамыңызбен бүйтіп дастархандас болып отырып проблемаңызды шеше білген адам. Нағыз лидер, тұлғалық, толық дамыған, шынайы, орысша айтқанда зрелый человек, отырып не істей алады? Отырып, за стол переговоров отырып сөйлесе алатын адам. Ал егер сен ол кездесуден қашпақтай берсең, артынан бір өсек шығара берсең, не істейді? Менің абыройым төгілмейді одан, құрметті партнерлар. Менің абыройым төгілмейді. Сол мен туралы жаман айтып жатқан кісілердің өз абыройлары кетеді. Dandelion компаниясы ең керемет дейді. Енді бұл да қараңыздаршы, құрметті партнерлар, құрметті менің тыңдармандарым. Ешқашанда ең керемет деп айтпаңыз. Өйткені ең керемет бұл тек қана ең бірінші болу, ең керемет болу, ең жақсы болу, бұл дінімізде де бар. Сіз менікі ең керемет, мен ең күштімін деп айта алмайсыз. Күшті деп айтыңыз, жақсы деп айтыңыз, әлді деп айтыңыз, бірақ ең әлдімін, ең күштімін, ең жақсымын деп айта алмайсыз. Өйткені неге? Бұл біріншіден Алланың, мысалы, қойған заңдылығына қайшы нәрсе. Алла тағала не істейді? Сөйтіп айттың ба? Олай болса, қазір мен нарыққа одан да әлді компания кіргіземін дейді. Сол сөзден біз авария боламыз өкінішке орай көп уақытта. Құрметті партнерлар. Ең әлді, ең мықты компаниялардың бірімін деңізші, ақиқат.
Ақиқат. Бірақ біз ғана жақсымыз, мен ғана күштімін, мен ғана жақсымын деу, ол Алланың рөлін өзіңізге алмаңыз, құрметті партнер. Бұл үлкен таяқ жейсіздер Алладан. Алла сақтасын, ондайдан алыс болыңыздар. Енді бір соңғы 10 минут уақытымыз қалыпты. Мынандай бір қызықты бір нелер естіп жатырмын. Енді маған айтылған бір кейбір сөздерді естіп жатырмын. Ойбай, мен мақсатты адам қылған, мен оны бірдеңе қылдым, ол келгенде адам емеспін, лидер емеспін, түк білмейтін, анау мынау деген сөздер естіп жатырмын мен. Менің маған қарсы айтылған сөздер да. Құрметті партнерлар, менің бұл сөзге айтарым бір-ақ сөзім бар. Мен Алланың алдында бұндай сөз айтқан адамнан не істеймін? Аулақ боламын. Өйткені адамды адам қылатын тек қана Алла тағала. Бұл сөздерді естісеңіздер, біліңіздер, бұл тәкаппарлықтың, менмендіктің, Аллаға қарсы шығудың ең жоғарғы сатысы. Алла сақтасын ондай сөздерден. Мен ешқашанда өзім ондай сөз айтқан емеспін. Ойбай, мен қатырдым, мен жасадым, Алла сақтасын. Адам баласының қолынан ештеңе келмейді. Бәрін реттеуші бір Алла тағала. Біз себепшіміз тек қана. Бір себепшіміз. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, мен алдыңғы жобада болған кезде маркетинг планды, қазіргі сіз Dandelion компаниясындағы маркетингті, ең бастапқыда старт берген маркетингті қалай білсеңіздер, соның 80%-ның болуына себепші болған мен деп айта аламын. Ашық. Бұл бір ақиқат. Бірақ мен істедім, менің арқамда Dandelion, Құдай сақтасын, Алла сақтасын ондай сөздерден. Бұл өте үлкен тәкаппарлықтың белгісі. Біліңіздер, осы сөзді қолданған адам бір үлкен ақшаның, үлкен биліктің, Алланың берген үлкен нығметін көтер алмай, ол сынақты өтер алмай жатыр деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да сәлеметсіз бе, неге шығып жатырсыз дейді. Неге шығып? Міне оған да жауап берді. Сондықтан да құрметті партнерлар, мен көп естіп жатырмын. Ойбай, мен мақсатты адам қылған мен, Dandelion ол мое детище деген сөздер естіп жатырмыз. Күлкілі. Мұндай сөздерді ол кісілер айтуды жалғастыра берсе, көп кешікпей көресіздер. Алла тағала ол адамдардың мұрнын жерден бүйтіп сүрелеп тұрып қалады. Алла сақтасын, ешкімге тілемеймін, басына келмесін ондай нәрселерден. Бірақ құрметті партнерлар, ондай үлкен сөздерден, Аллаға ғана тиесілі сөздерден аулақ болыңыздар. Өйткені жасау, жарату, қылу, беру, нығмет беру, ол тек қана Аллаға ғана тән нәрсе. Біз Алланың құлымыз, қолымыздан ондай нәрсе келмейді. Біз Алланың рақымымен, Алла тағала бізге береді, Алла тағала бізге себеп қылып жасатады. Түсіндіңіздер ме? Бәрін беруші, жасатушы, жасатқызушы, қылушы тек қана Алла тағала. Біз себепкер ғана боламыз. Ал енді бұны чаттарда аудио сообщение мен видео сообщение жіберу, ол үлкен тәкаппарлықтың белгісі. Алла сақтасын, ондай жауыма да тілемеймін ондай нәрсені. Алланың функциясын, Алланың беріп атқан нәрсесін өзіне емдену, өзіне алып алу, өзім мен деу, Құдай сақтасын. Қарада отырыңыз, ол адамның көп кешікпей мұрнымен жерге қадалатын көріңіз де отырыңыздар. Иншалла ол адам өзінің тәубесіне келіп, ондай сөздерден бас тартса, иншалла Алла кешірсін ол кісілерді. Алла ондай сынақтан өткізбесін, ешқандай адам ондай жамандық тілемеймін. Алла сақтасын. Ондай нәрседен өзіңіз де аулақ болыңыздар, маңайыңызда ондай адам болса, ондайдан да аулақ болыңыздар.
үлкен тәкаппарлықтың белгісі. Алланың функциясына өзіне алып алып иемденіп отырған нәрсе. То есть присвоить функции Всевышнего дейді орысша айтқанда. Ондайдан аулақ болыңыздар. Ал енді соңғы сұрақ, ең маңызды сұрақ, соңғы бір 5 минут уақытымыздай қалыпты. Қараңыздар. Мен осылайша, құрметті партнерлар, анау әлеуметтік желілерде маған көп сұрақтар қойып жатыр, иә. Кейбір адамдар негатив айтып жатыр, кейбір адамдар дұрыс қабылдап жатыр, иә. Ол нормально. Бұл нормально. Өйткені қараңыздар, құрметті партнер, мен әрдайым айтам, негатив – это налог на успех. Егер сіздің артыңызда адамдар сізді жамандап, балағаттап айтпай жатса, демек сіздің ешқандай сіз туралы ештеңе айтпай жатса, сіз туралы ешқандай әңгіме қозғалмай жатса, демек сіз ешқандай құндылық берген жоқсыз адамдарға. Түсіндіңіздер ме? Вы никакую ценность не несете. Түсіндіңіздер ме? А если про вас плохо говорят, вас критикуют, вас что, өздеріңізде көрдіңіздер ғой. То есть сынап жатса сіздерді, бұл жақсы. Бұл сіздің ішіңіздегі эгоңыздың жеңуіне, намысыңызға тиюге Алла тағала бірдеңелер бар әлде. Соны шығарып жатыр да Алла тағала сіздерді. Түсіндіңіздер ме? Енді негізгі сұрақ, құрметті партнерлар, мен неге осының алдындағы проектті кетіп қалдым, проектіден, жобадан кетіп қалдым. Dandelion проектісіне неге кеттім? Қазір мен X-Aura Global компаниясының партнерімін осы жерде бастамам. Менің тікелей спонсорым Мұстафа Өздемир. Бұл компанияны Қазақстан нарығына шақырған мен, Алланың қалауы мен себепші болып тұрмын. Алланың қалауымен болып жатыр, иә, құрметті партнерлар. Сондықтан да өте маңызды нәрсе, құрметті партнерлар, мен неге кетіп жатырмын? Мен кез келген проектіде, мен қазір мысалы X-Aura Global проектісіне келдім, иә. Бұл проектіде, мен неге бұл проектті бармын қазір? Неге мен ана проектіден кетіп қалдым жобадан? Өйткені мен ол проектіде қала білу үшін өте маңызды бір құндылықтар бар. Ол құндылықтар сақталса жобада, иә, сақталса, мен ол проектіде бармын. Мысалы, біріншіден, өнімнің сапасы өзінің айтылғандай мен оны жеткізгендей, сол сапаға сай болу керек. Сай болмаса, менің айтқанның бәрі құнсызданып кетті. Маған көп сұрақ қойды елдер. Ой, Мақсат, сен Dandelionның магний водороды күшті қылып айтып едің ғой бүгінге дейін. Неге бүгін жамандап жатсың дейді. Неге? Енді ойлаңыздаршы енді. Сұрақты сол дұрыс сұрақты қойып отырсыз, сол сұрақты өзіңізге қойсаңызшы. Неге? Бірінші жауабым, өйткені өнімнің сапасы тым өзгеріп кетті. Мен қазір ол өнімнің ішінде не бар екенін білмеймін. Ойлаңызшы, сіз бұл өнімнің ішінде не бар екенін білмесеңіз, басқа адамға қалай жеткізесіз? Қалай оны сатасыз? Қалай оны құндылығын жеткізесіз? Қалай айтасыз оны? Егер ішінде бірінші айда бір состав бар, екінші айда екінші состав бар, үшінші айда үшінші состав бар. Міне, ең маңызды сұрақ қойыңыздаршы. Қазіргі таңда сол компанияның өнімінде неге бір өнімді ашасыз, капсуланы ашасыз, 3 түрлі өнім бар. Порошокпен, большой стружка, қара стружка, бірдеңе. Неге? Неге бірақ өнім, бірақ 3 түрлі шығады ішінен? Неге сол сұрақты қоймайсыздар? Неге сол сұрақты қоймайсыздар, құрметті партнерлар? Менің құндылығым сол. Біріншіден, мен мына айтып жатқан өнімнің сапасы мен айтқандағындай сай болу керек. Сертификаты, құрамы, құжаты түгел болу керек. Ал ол болмаса, ол жөркін жетпесе, мен ол проектте жоқпын. Сіздер егер ойласаңыздар, ол жоба болған үшін мен болуым керекпін десеңіз, қатты қателесесіздер. Егер компания өз құндылығына сатқындық жасаса, өнімнің құрамын сізге айтпай өзгерте берсе, керекті құжаттарын алмаса, біз сияқты лидерлер қайта-қайта айтып қылқылдай бергеннен тыңдамаса, сізді тыңдамаса, құлақ аспаса, мен неге ол проектте болуым керек?
Неге болуым керек ол проектте мен? Ол бір. Екіншісі, біз маркетинг, біз ол жерде бизнес жасауға келдік. Мен ақша жасауға келдім. Егер мен ол жерде ақша таба алмасам, екіде бір маркетингті өзгерте берсе, ойына келгенше өзгерте берсе, мен ол жерде ақша таппаса, мен не істеймін оны? Не істеп жүремін ана жерде? Жай суды сапырып жүре берейін ба ол жерде? Не істеймін ол жерде мен? Ақша жоқ. түсіндіңіздер ме? Сондықтан осы екі маңызды қағида. Және үшінші қағида, неге мен кеттім? Қашан компанияның басшылығының көзқарасы, перспективасы, алдына қойған мақсаттары менің қойған мақсаттарыммен қарама қайшы болса, не болмаса бөлек болса, мен ол компаниядан кетем. Мен кетем ол компаниядан. Өйткені менің стратегиям, компания маған қойған стратегиясынан өзгертіп басқа жаққа кетіп баратса, менің алдыма қойған мақсатым басқа жаққа кетсе, сіздер ойлайсыздар ма ол компанияда мен жетістікке жетем деп? Жоқ, жете алмайсыз. Бітті. Уақыты келді, значит, все. И это нормально, құрметті партнерлар. Это нормально. Бұнда тұрған ештеңе жоқ. Қазір мен қосып қояйын. Онда тұрған ештеңе жоқ. Түсіндіңіздер ме? Өте маңызды нәрсе. Яғни қараңыздар, кез келген проектті, қай проектте болсаңыз да, қай жобада болсаңыз да, бір, өнімнің сапасы, маркетингтің ақша төлеуі, үшінші, компанияның көзқарасы, стратегиясы, перспективасы. Бұл өте маңызды үш көрсеткіш. Осы үш көрсеткіш менің талабыма сай болса, мен сол жобада болам. Егер сай болмаса, мен ол жобадан кетем. Қанша жерден де қырғын проект болса да. Түсіндіңіздер ме? Егер компанияның басшылығы өз қалтасын ғана ойлап, өз ойлаған ғана сөйлеп, ойына келген істейтін болса, мен жоқпын ол жерде. Неге? Өйткені бұл тек біз басшылықтың қалтасын басып қана басу үшін ғана келген жоқпыз ғой. Мен өз қалтама ақша табу үшін, менің партнерларым ақша тапсын, жетістікке жетсін, үйренсін, денсаулығын жақсартсын деп келіп отырмын. Ал егер сіз өнімнің сапасын өзгертіп жіберсеңіз, маркетингті азайтып тастасаңыз, ақша таппаса, мен не істеп жүрмін ол жерде? Қазақша айтқанда шошқа тағалаймын ба ол жерде? Не істеймін мен ол жерде? Сіз кезінде сол жобаға да сол мақсатпен келдіңіз емес па? Иә? Біз сол жобаға келген кезде компания басшылығы сол мақсаттарымды орындап беремін деп сізге уәде берді емес па? Біз сол үшін бардық емес па ол жерге? Иә. Ал енді басшылық уәдесінде тұрмаса, маркетингті екіде бір өзгерте берсе, продукцияны барып қайта өзгерте берсе, құрамын сізге айтпай айта берсе, неңіз қалады сіздің? Неңіз қалады? Түгіңіз қалмайды. Сондықтан да, құрметті партнерлар, міне, бұл компанияның, мен мысалы бір компанияда қалуының, жұмыс істеуінің үш негізгі құндылығы. Өнімнің сапасы сай болуы, результат, нәтиже беруі. Екіншісі, маркетинг план шынайы ақша төлеу керек, адамдар ақша табу керек. Тек қана басшылық қалтасына баса бермеу керек. Компания, партнерлар ақша табу керек. Үшіншісі, компанияның стратегиясы, көзқарасы, масштабы менің масштабыма сай болу керек. Екеуміздікі параллельно болу керек. Егер компания, мен ертең Дубайға кетем, ақшамды офшорға жіберем, внутрянка кіргізем десе, менің принциптарыма ол жатпайды, мысалы. Мен келіспеймін оған. Өйткені басында уәде басқаша болған, қазір басқаша. Сөзінде тұрмаса, мен ол проекттен кетем, болды.
Ал осы жобада бастап жатырмыз. Сондықтан да барлықтарыңызды осы жерде күтемін. Міне бір алдыңғы жобада компанияның басшылығының анау стратегиясы, масштабы сай болмаған, мен осы жерде көріп тұрмын. Сіздер айтасыздар, кейбір комментарийлер жазып жатыр. Ойбай, компаниядан компанияға секіре береді, бірдеңе дейді. Керек болса секірем. Мен 2 айда бір емес, 1,5 жылда, 2 жылда бір компания ауыстырам, керек болса. Ал керек болса, ақша тауып отырсам, өнімнің сапасы өзгермесе, керек болса 10 жыл жұмыс істеймін ол компанияда. Түсіндіңіздер ме? Андай дешевый манипуляцияларға берілмеңіздер. Ол дешевый манипуляциялар да, адамдар. Өткенде маған бір кісі сұрақ қояды. Сіз продукцияның сапасының өзгергенін қайдан білесіз? Заводына барып көрдіңіз ба дейді. Міне, до того адамдар ше, ойлау қабілетінен әбден айырылып қалған ғой адамдар. Неге? Қазақстандық компаниялардың ақша үшін сапасыз өнім шығарып. Енді бұл қазақстандық деп, бұл да дұрыс емес. Құрметті партнер. Талай шетелдік компанияда да көрдік, талай қазақстандық компания. Бұның әлгі қазақ, түрік, орыс, американдық деген жоқ. Ондай ярлыктарды ешкімге ілмеңіздер, құрметті партнерлар. Бұл шахсқа байланысты, яғни адамның, лидердің өзіне байланысты. Мысалы, мен талай турецкий компанияларды көргем. Бастайды, артынан лақтырады. Талай қазақстандық компанияларды көрдік, американдық компанияларды көрдік. Бұл ұлтқа, ақшаға, уақытқа, локацияға байланысты емес. Бұл сол проектті бастаған адамның ой санасына, көзқарасына байланысты нәрсе. Ешқашанда ондай ұлтшылдыққа бармаңыздар. Орыс, қазақ, түрік, бірдеңе деп керек жоқ ол. Өткенде бір комментарий жазады, баяғы, ой, талай түрік компаниясын көргенбіз, лақтырады ертең дейді. Лучше қазақстандық компанияға жұмыс істейік дейді. Ал енді мен сізге мына 10 саусақпен қазақстандық сетевой компаниялардың бір 3 ай, 5 ай, 6 ай жұмыс істеп, бәрін лақтырып, ақшасын төлемей кеткен бір 10 компания есептеп бере аламын. Ал барсыз ба? Көрдіңіздер ме? Көрдіңіздер ме? Сондықтан да, құрметті партнерлар, қандай да бір шешім қабылдардың алдында біреудің сөзі, біреудің көңілі, біреудің ожиданиясы, ойбай, анау ойдан ұят болып қалады, мынаудан ұят болып қалады емес. Сіздің құндылықтарыңыз қандай? Сіздің талаптарыңыз қандай? Мысалы, түрік компаниясы бұл жаққа кірген кезде мен талап қойдым компанияға. Маркетинг планды жеңілдірек қылып жасады. Түрік компаниясы оны қабылдады. Неге? Өйткені бұл кісілер бұл перспективаны көріп тұр. Мен бұл магний водородты маған жасап берші. Біздің Қазақстанда бұл магний водородты ішетін, бұны жақсы көретін адамдар қатары көп, бірақ өкінішке орай қазір ішіп денсаулықтарын құртып жатыр. Білмейді. Мен ол кісілерге айттым, мынаны жасап берші маған дедім. Жасап берші дедім. Міне, осыны жасап беріп жатыр. Ойлаңыздаршы, осы компания осы өнімді жасау үшін $450,000 өз ақшасынан құйып істеп беріп жатыр. Келеді, аламандың бесе февральдың басында, міне новый магний водород келеді. Құрамын мен сіздерге өткенде директор по науке Мұхаммед Байрақтармен бірге отырып, түсіндіріп, бәрін айтып бердім. Түсіндіңіздер ме? Ал енді кімдікі сатқындық? Бұл өнімді өзгертіп, лишь бы сатылсын деп қалтасынан ойлап отырған адам сатқын ба, әлде мен бұл өнімнің жақсысын ойлап тауып, шынайылығын айналып тауып, шынайы ішіндегі құрамын сіздерге 100% айтып берген мен сатқын ба, әлде өнімнің сапасын сіздерге айтпай, дәлен етпей, өзгертіп сіздерге сатып отырған басқа адам сатқын ба? Ал ойланыңыздар енді. Бұл өнімге международный GMP, ISO, халал сертификатымен алып келемін бұл өнімді. Ал ана өнімде қазақстандық бір сертификат жоқ. Ал мен сатқын ба, олар
сатқын ба? Денсаулығыңызды мен ойлап жатырмын ба? Ойланыңыздар. Сол компаниядағы топ лидерлер жаны шығып жүгіріп жатыр. Ешқайсысы өнімнің сапасы туралы ешкім қозғалмайды, айтпайды. Неге? Ал мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Мені тыңдап отырған, сол проекттің тыңдап отырған лидерлары болса, мен сізге айқын айта аламын. Ол өнімді сол топ лидерлердің өзі былтырғы жаздан бері ешқайсысы ішпейді. Ешқайсысы ішпейді сол өнімді. Сұраңыздар, сол лидерларыңызға іше ме? Іше ме, ішпей ме? Сұрақ қойыңыздаршы. Ішпейді. Анау топ лидерлардан бастап, бәрі демейік қойын, бәріне топырақ шашпай қойын, басым көпшілігі, анау ойбай, керемет, біздің өніміз керемет деген 80% бұл өнімді былтырғы жаздан бері ішпейді. Неге? Өйткені ішіндегі құрамының өзгеріп кеткенін біледі олар. Ішінде не бар екенін өздері анық білмейді. Бірақ сіздерге оны айтады. Ал олар сатқын ба? Сіздің денсаулығыңызға сөйтіп отырған, мен сатқын ба? Мынандай жаңа өнім келіп, құрамын айтып, сіздерге сертификатпен Қазақстанға алып келіп отырған, мен сатқын ба, олар сатқын ба? Ойланыңыздар. Сол топ лидерлар отырып алып, сіздерге мені жамандап отыр. Ал мына өнімнің сапасы туралы бір әңгіме айтпайды сіздерге. Сіздің денсаулығыңызды ойлап отырған мен сатқын ба, әлде олар өз қалтасын ойлап отырған сол топ лидерлар сатқын ба? Вот ойланыңыздар. Енді құрметті партнерлар, айта берсе көп, әлі эфирлер көп болады. Осымен уақытымыз тамам. Бүгін біраз уақытымыз өтіп кетті. Біраз сұрағым, сондықтан да еш оймаймыз, бәрі ойдағыдай болады, бәрі жақсы болады. X Aura Global компаниясына барлықтарыңызды күтемін. Міне мықты керемет косметикаларымыз болады. Құрметті партнерлар, Кореяда жасалған осындай 3 өнімнен тұрған косметиканы әлде қайда арзан аласыз. GMP сертификатымен. Сондықтан да құрметті партнерлар, кішкене ойланыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, барлықтарыңызды күтем. Dandelion компаниясына, X Aura компаниясы, көрдіңіз бе, әлі аузымнан шыға береді. Көрдіңіздер ме? Әлі де аузым үйреніп қалған. X Aura компаниясына барлықтарыңызды күтемін. Келіңіздер. Компания, біздің компания, X Aura компаниясы, Қазақстан нарығына осы жыл ғана $15 миллион ақша құйғалы жатыр. Міне Астананың тура қақ ортасында 500 квадрат 3 этажды офис салдадық. Аламандығын берсе, қазір старт береміз. Алматыдан ашамыз. Бәріне заңды болады. Бәрі айқын болады. Бәрі қолжетімді болады. Барлықтарыңызды күтем. Менің әлеуметтік парақшаларыма барлығына жазып алыңыздар. Мақсат Ахметбек деп шықсаңыздар, сол жерде шапка профилінде менің жаңағыдай реферальный ссылкам бар. Барлықтарыңызды күтем. X Aura Global алға. Барлықтарыңызды күтем. Келесі кездескенше эфир сақталады. Всех люблю, всех обожаю. До свидания.